Қайырлы кеш, қымбат көрермен. Эфирде бірінші студия бағдарламасы. Әдеттегідей алдағы 20 минут уақыт көлемінде сіздермен бірге боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Торайғыров университетінің PhD докторы, қауымдастырылған профессоры Рахимов Мәди Іләлұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, жалпы Павлодар облысында қазір қандай зерттеулер жүргізіп жатырсыздар? Жалпы бұл зерттеулердің бастауы неден басталған еді? Осы 2017 жыл деп бағана сөз басында айтып қалдыңыз. Содан бастасақ жалпы. Рахмет сауалыңыз үшін. Жалпы 2017 жылдары киелі географияны зерттеу бағытында ауқымды жұмыстар басталып кетті. Соның нәтижесінде мен Евразия ұлттық университетінде Глеб Николаевич Гумилев атындағы осы докторлық диссертациям тақырыбын ертіс өңірінің киелі географиясы, тарихи мәдени зерттеу бағытында алған едім. Сол бағытта, яғни Павлодар облысы, ол кезде Шығыс Қазақстан облысы, қазіргі кезде Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысының аумақтарындағы киелі орындарды анықтау және солардың тарихи мәдени қырларын ашу болып табылатынды. Сол бағытта жұмыстар атқарылды. Кейіннен енді ауқымды 2020 жылдары ауқымды біраз географиялық тұрғыдан азайтып, яғни Павлодар облысындағы киелі географиялық зерттеулер нысандарын арнаған болатынбызды. Енді Павлодар облысына тоқталатын болсақ, таза, онда тарихи мәдени мұра, жалпы киелі орындар, тарихи ландшафт, жер су атаулары зерттеулер жүргізіліп жатыр. Негізгі назар ертіс баян өңірінің киелі кеңістігі, оның ішінде Баянауыл аумағының киелі географиясы аударылып отыр. Зерттеудің негізгі бағыттарының бірі бұл тек қана киелі нысандарды туристік нысан емес, оны халықтың тарихи жадысы, рухани дүниетаныммен байланыстырып, тарихи деректер арқылы зерттеу болып табылады. Қазіргі таңда қандай жұмыстар жасалып жатыр енді? Қазіргі таңда енді біздің кезімізде, мысалы 2023 жылдардан бастап, осы жас ғалым деген бағдарлама арқылы Павлодар облысының естелік орындары атты ғылыми бағытта жұмыстар атқарылды. Бұл жерде енді тек қана киелі орындар емес, естелік орындар деген ауқымы бірақ кеңірек, яғни ол жерге ескерткіштер де кіреді, ол жерге діни культтық нысандарда тарихи маңызды оқиғалармен байланысты орындар, сонымен бірге археологиялық нысандар, осылардың барлығын жүйелі түрде қарастыру болып табылды. Осы бағытта енді 100-ден астам нысанды белгіленіп, координаттары осы жерде топографиялық карта біріншіден жасалды. Бұл енді топографиялық картамен қатар геоинформациялық жүйелер арқылы енгізу болып табылды. Сонымен бірге қорытындысы ретінде Павлодардың естелік орындарына арналған монография жарыққа көрген болатынды. Сонымен, жалпы қай ауданда, аумақта әлі зерттеу жұмыстары қажет? Жалпы енді бізде 10-нан астам аудан бар өңірде. Сол жаққа бардыңыздар ма? Әлі қай ауданда жұмыстар жүргізілген жоқ, немесе қай аудан толығымен зерттеліп болды? Көбінесе енді бүкіл тарихшылар, ғалымдар көбінесе Баянауылға назардың бәрін аударып отыр. О жақта қандай жұмыстар жүргізілді? Себебі біз енді тек қана бір қасиетті жерлер бар екен, киелі жерлер бар екен білеміз. Көп жиі айтылатын киелі жерлер, бірақ білмейтін де орындар бар ғой мысалы. Дұрыс айтасыз. Жалпы Павлодар облысында зерттейтін аумақтар әлі де көп. Мысалы, біз көбінесе жақсы таныс жерлерді білеміз. Ол көбінесе Баянауылдың өңірімен қатысты мәшһүр Жүсіп кесенесі, Ақкөл жайының өңірінде орналасқан Иса Биги Шанның кесенесі, сондай-ақ Шербақтыда ауданында орналасқан Ғабдылвахит кесенесін жақсы таниды. Сонымен қатар табиғи нысандар да бар. Ол жаңағы Жасыбай көлі, ол Кемпіртас, ол Қоңыр Әулие өңірі. Сонымен қатар енді халық біле бермейтін локальды тұрғыда белгілі нысандар бар. Бұл нысандар белгілі бір бұлақ болуы мүмкін, жартас болуы мүмкін, немесе тұзды көл,
болуы да мүмкін. Олардың енді бұл объект не себепті киелі деп саналатын сұрақ туындаса, ол енді ең бастысы халық оны жерді қасиетті киелі деген категорияға қосып, халықтың қабылдауына байланысты бұл жерлерді зерттейміз. Негізінен ертіс бойында Баянауылдан басқадан да Успен ауданы, Май ауданы, Железин ауданы, Тереңкөл, Ертіс аудандарында да әлде тарихи қорымдар, археологиялық нысандар, сонымен бірге діни культтық нысандарды әлде зерттей түсу қажет. Бұл бағытта әлі жұмыстар жүргізіледі. Әсіресе Железин аудандары, Успен аудандары бағытында көп жерлерді анықтау және жүйелі жұмыстар жүргізілу алда міндеттерде тұр. Сонымен өзіңіз осы тарих саласына келгелі өзіңізге қай жерді анықтап қойдыңыз мысалы, мысалы осы жерді қасиетті екенін мен зерттеушілермен бірге, тарихшылармен бірге барып анықтадым деген сияқты бір сондай бір түсініктер. Бұл жерде енді киелі жерлерді анықтау сәтінде көбінесе біз аңыз әңгімелерге сүйенеміз. Аңыз әңгімелердің ар жағында бір тарихи ақиқат жатады. Негізінен тарихтың міндеті ғылымының бұл жерде аңыз бен ақиқаттың ара жігін ажырата білу. Сол себепті ең бастысы біз өлкетанушылардың, ел ішіндегі қариялардың, және халық жадында сақталған аңыздарын жазып алуға тырысамыз. Себебі өскелең ұрпақ осы туған жердің қанды қасиетті орындарын білу керек екен парыз деп есептеймін. Сол бағытта мысалы айтып кететін болсақ, жер судың аты тарихтың хаты деп кезінде алаш қайраткерлері айтып кеткен болатын. Мысалы кейбір жерлердің атауында ар жағында тарихи оқиға жатуы мүмкін. Мысалы Ертіс ауданында Жалауыл деген көл бар. Бұл көлді Мүбарак Жаманбалиев атты өлкетанушы ағамыз кезінде әйгілі аудан Ертісім деген шығармасында жазып кеткен болатын. Яғни бұл жерде түгел Қошқарбай және де жазы батырлар бірлесіп 18 ғасырдың басында жоңғарларды осы аумақтардан ығыстырып туған жерін сақтап қалған болатында. Дегенімізден бұл жерде аңыздық мотив жатыр. Кейіннен дегенмен осы Қошқарбай батыр туралы архивтік деректер табылды. Бұл Орынбор мемлекеттік архивінен, яғни Қошқарбай батырдың шынымен де тарихи тұлға болғанын, Абылайдың белгілі батырлар болғанын анықталды. Сонымен бірге ол тұлға туралы Әлихан Бөкейхановтың Семей қаласының естелік кітапшасы атты осы номерінде мақаласында аты аталып өтеді. Және Григорий Николаевич Потаниннің деректерінде, яғни жоңғарларды ертістен опқа қуған Қыпшақтан шыққан Қошқарбай батыр болатын деп жазып кеткен. Яғни бұл шынымен де тарихи тұлға болғандығы анықталып отыр. Сонымен бірге Қалмақ Қырған деген белгілі орын бар. Бұл жерде де көбінесе аңыздық дерек деп келетін болатынбыз. Бұл туралы Мәшһүр Жүсіп ел аузынан жинап алған әңгімелерінің ішінде айтады. Яғни 50 мың қалмақты қолайша еріп, Олжабай Толыбайұлы бастаған қазақтың сарбаздары жеңіске жеткен болатын. Яғни осы жерде шешуші шайқастардың бірі болды. Яғни Бұланты, Аңырақай, Шаған шайқастарының кем емес шайқастардың бірі болды. Яғни 1740 жылдары осы ертістің бойынан жоңғарларды оңтүстікке қарай ығыстырып қан болатын деп. Деген осы деректерді және Әлихан Бөкейхановты Шербин экспедициясында жүріп, Павлодар уезі атты 18-ші томда қазақ-қырғыз материалдарын зерттеу экспедициясы атты еңбегінде жазып кетеді. Яғни Олжабай Толыбай бастаған батырлар Шүршіт қырғанда және Қалмақ қырған жерде Манчжур әскерін және де жоңғарларды тойтарыс берген болатын деп. Бұл да тарихи дәлелдермен дәлелденді. Яғни мысалы біз Алтай мемлекеттік архивінде болдым, және де Ресей мемлекеттік тарих архивінде, яғни картографиялық фондтарды ашқанда, әскери топографиялық карталарда кәдімгідей Ақшиман емес, яғни Қалмақ Қырған деген және жерде жер атауы сақталып қалған екен. Бұл да тарихи бір шындықтардың бірі болып
табылады. Ал жер су атаулары, мысалы сіздер зерттеу барысында бір-біріне сәйкес келмейтін мына тарихи деректер бола ма? Мысалы екі түрлі пікір болады деген сияқты. Екі түрлі пікірлер әрине болады, бұл көбінесе тұжырымдарға байланысты. Мысалы Железин аудан атауының өзіне тоқталатын болсақ, көбісі кейбір деректерде айтады, бұл Железин деген, бұл железо деген орыстың сөзінен шықты, яғни темір деген мағынаны білдіреді деп есептеді. Бірақ та мысалы Петр Семенович Паллас атты академик осы Ресейдің территорияларында экспедиция ұйымдастырып жүріп, осы Железиндағы алғашқы бекініске келген екен, құрылған сәтте. Сол кезде айтады, бұл сөздің атауы дейді, жел өзен сөзінен шыққан дегенді білдіреді дейді. Яғни ертістің бір саласы жел өзен деп аталған екен. Ертістің бірнеше салалары бар, Алаш деген саласы бар, Түлкі деген саласы бар, көптеген салалары өзі ертістен ағып, өзіне қайтадан қосылады. Сол бір саланы бірі жел өзен деп аталған екен. Сол жерге құрылған бағытына байланысты жел өзен бекінісі деп атап кеткен екен. Сол сөзден шыққан. Тарихи деректерде де сәйкессіздік кейде бір-бірімен қалай деректер бір-бірімен сәйкес келмеуі де мүмкін, иә ғой? Келмеуі де мүмкін, сондықтан біз жазба деректер мен ауызша деректерді міндетті түрде салыстыруымыз міндетті. Бірақ әлі де зерттеуді қажет ететін аудандар, елді мекендер бар ма мысалы? Әрине бар. Көбінесе бізде Баянауыл өңірінде көбіне киелі орындар 80% сонда орналасқан деп есептейміз. Сонымен қатарда әлі де зерттейтін тұстар бар. Әсіресе Успен ауданында біз киелі орындарды анықтаған жоқ. Железинка, Тереңкөл аумақтарында әлі қамту қажет. Сонымен қатар мысалы кейбір нысандар бар, табиғи нысандар. Айта кетсем, Батыр Тоғай деген нысан бар, Күркелі аудандық өкілінде Нығымет Жұманұлы деген өлкетанушы жазып кеткен болатын. Бұл енді жартас, шынымен табиғи жартас, бірақ оны белгілі бір батырдың атымен байланыстырады. Оны да әлі зерттей түсу қажет. Сонымен қатар Ертіс ауданында Тоқта, Найза деген мекендер бар. Ол жерде де Абылай ханмен байланыстырады. Май ауданында Гаухар биігі деген бар. Сонымен қатар Абылай жайлауы деген бар. Осы жерлерде әлі де нақтылай түсу қажет деп есептеймін. Шын мәнінде бұл жерлер туралы мен бірінші рет естіп тұрмын. Яғни сәйкесінше бұл жерге әлі де зерттеу жұмыстарын жүргізу керек деп. Ал сіз сияқты мысалы жергілікті мысалы Павлодар облысының қасиетті жерлерін, киелі жерлерін зерттеп жүрген ғалымдар бар ма негізі қатарлас сіздермен бірге? Әрине бар. Әсіресе бұл тақырыпты негізінен 2017 жылдардан бастап жүйелі түрде зерттеулер басталды ғой. Негізінен көбіне бұл тақырыптар өлкетанушылардың зерттеулерінде ғана көрініс тапқан болатында. Белгілі бір ауданға байланысты локалды өлкетанушы арнап белгілі бір деректер қалдырады, ал енді кейіннен оның тарихшы оны жүйелі түрде қарастыру қажет. Ол жаңағы киелі сөздің мағынасына да тоқталу керек, этимологиялық мағынасына, оны семантикалық тарихына, ол жер неге жалпы киелі деп есептейді, ол қандай категорияға жатады, категориясы да бар, ол киелі жерлердің, ол емдік категория болуы мүмкін, ол бір қорғаушы категория болуы мүмкін, ол белгілі бір батырлық мақсатпен жасалуы болуы мүмкін. Халық ол жерді неге қасиетті санайды? Сол тақырыпты тереңірек қамтиды. Негізінен менен басқа да енді зерттеушілер бар бұл тақырыпты зерттеп жүрген, бұл Павлодар педагогикалық институтынан да зерттеушілер қарастырды. Сонымен қатар мысалы Қайрат Қанатұлы Батталов деген ағамыз осы тақырыпты зерттеп мына республикалық 100 киелі нысанның қатарына кіретін нысандарды жүйелеп берген болатында. Онымен бірге бұл тақырыпты көтерген осы біздің облыс бойынша жалпы Виктор Карлович Мерц археологиялық нысандарды қарастырды. Археология бағытында Тимур Нұрлан Смағұлов та бұл бағытты енді қарастырған болатында, орта ғасыр кезеңі бойынша әсіресе. Әрине толықтыратын тұстар әлі де жеткілікті. Жамбыл Омар Артықбаев этнографиялық, этнологиялық бағытта тарихпен байланыстыра отырып киелі орындарды ашқан болатында. Әрине оны толықтыра түсу керек деп есептеймін. Бір орынды менің түсінігімде мысалы біз ойлаймыз, мысалы Баянауылдың өзінде әлі де зерттеу жұмыстарын жүргізу керек деп айтып жатырсыз. Соған қарағанда ол біз тек қана зерттеу жұмыстарының бір шетін ғана көреміз ғой мысалы.
ал тереңінен тарихшылар барған кезде басқа да фактілер, басқа да бір жағдайлар шығуы мүмкін, мысалы ақпараттар, мәліметтер шығуы мүмкін. Негізі қараңызшы, зерттеу жұмыстары, мысалы сіз қалай жүргізесіз өзіңіз? Біздің түсінігімізде мысалы зерттеу сол ауданға барып, сол елді мекенге бару деп ойлап қаламыз ғой. Негізінде басқаша жүзеге асады, соны түсіндіріп өтіңізші жалпы, қалай? Зерттеу жұмысы жүзеге асқан сәтте ең алғашқысы материалдар жинау, шынымен де. Бұл материалдар көбінесе архив деректері арқылы жинастырылады. Одан кейін архив деректері жинастырылған елді мекендерге барлау экспедициялар ұйымдастырылады. Барлау экспедициясының нәтижесінде халықтан мәліметтер жинастырылады. Бұл барлығы диктофонға жазылады. Кейіннен диктофондағы мәліметтердің барлығы хатқа түсіріліп, қағаз бетіне түсіріліп, жаңағы тарихи деректер арасындағы сәйкестіктер анықталады және оның бәрі картотекаланады. Сол бойынша материалдар жинастырып, белгілі бір бөлімдерге анализ, сараптамалық анализ жасалады. Соңғы уақытта жасаған зерттеулеріңіз қандай, мысалы, қай тақырыпта еді? Біздің дәл осы өңірге байланысты, елді мекендерге. Соңғы тақырыпта зерттеу жұмыстары көбінесе қазіргі кезде су мәселесіне қатысты, қазіргі кезде суды пайдаланудың экологиялық мәселелеріне арнаған болатын. Мысалы, біз тек қана киелі жерлер деп ойлаймыз, белгілі бір діни культтық қана нысандар шығады. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп кесенесі секілді діни культтық. Бұл енді тақырыптың ауқымы болады. Мысалы, Мұшақан Уәлиханов өзінің жазбаларында жазады. Қазақтар дейді, киелі жерлердің категориясына тұзды көлдерді де жатқызған болады. Тұзды көлдерді киім деп атайды, және ол жерде әулие қонып кетті деп есептейді. Неге? Себебі қазақтар онда тұзды көлдерді киелі деп атаған. Себебі ол жерлерді емдік шипалы қасиеттеріне байланысты атаған болатында. Ол жерлерде мысалы қызылша дейді, тағы да бөртпе аурулары, буын ауруларына байланысты сол тұздың көлдеріне барып, қой сойып, киіз үй тігіп, сол жерде емдік шипа жасаған болатында. Мысалы 18-19 ғасырлардың өзінде. Сонымен бірге, мысалы, біз білеміз Ямышево деген көлді, қазіргі кезде курорттық жер, халықтар ол жерге емделуге барады. Бірақ осы Ямышево көлінің мағынасына тоқталатын болсақ, негізінен оның да атауы Григорий Николаевич Потанин өзінің естеліктер атты шығармасында бұл көлдің атауы емші көл деп атаған екен. 10 ғасырдан белгілі дейді, және осы жерге қазақтар келіп емделумен айналысқан екен айтады. Сондықтан бұл көлдің атауы емші көл деген мағынаны білдіретін жазып кеткен болатын. Неге? Сол енді көлдің атауына өзінің тарихи, өзінің атауын бермеске, емші көл деп, Ямышевоның орнына. Міне сондай енді тақырыптарды әлі де тереңдете түсу керек. Тарихи мәдени және де рухани мұра, ол біздің мәдени жадымыз және келер ұрпаққа қажет деп есептеймін. Жаңағы емші көл деп жатсыз ғой, сәйкесінше сол көлге қатысты елді мекеннің атауы да ауыстырылды, Ямышево деген ауыл бар ғой, мысалы. Ямышево ол қазіргі кезде Тұзғала деп аталады. Тұзғала деп аталады, бірақ енді ол Ямышевоны 10 ғасырдан бері емші көл деп атаған деп жазған болатында. Бұл ретте қараңызшы, жалпы тарихи жұмыстарды осындай зерттеулер жүргізу өте қиын жұмыстар. Шын мәнінде жаңағы түрлі бір ақпараттар жинау, мәліметтер жинау, картотека толтыру, басқасы бар деген сияқты. Өзіңіз енді университетте жасағаннан кейін жастардың осы ғылым саласына, жалпы осы бағытқа қызығушылығы қалай? Себебі қазір енді барлығы да жеңіл, әлеуметтік желі бар деген сияқты, түрлі Google-ға салып тексере салады, Google-ға салып мысалы ChatGPT басқасы бәрі шығып жатыр ғой, ақпараттарды сонан алуға болады. Келуі қалай жастардың? Мысалы, терең ғылыми зерттеулер жасағысы келе ме олар, жаңағы елді мекендерді аралап ақпарат алғылары келе ме? Жастардың тарихқа деген қызығушылығы бар деп ойлаймын. Жалпы енді жастарды тарихқа қызықтыру үшін құрғақ дерекпен және де оқулықты материалдармен ғана қамту жеткіліксіз. Сонымен қатар оларды, мысалы студенттерді белгілі бір киелі орындарға апару керек, оларды көзбен көрсету керек, қариялармен әңгімелерін тыңдату керек. Яғни ол тілме көзбе көз көріп, әңгімелерді тыңдап, жаңағы тікелей жұмыс жасаған жағдайда жастардың қызығушылығы оянады деп есептеймін.
бастапқысы. Мәди Ләлұлы, енді студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Сізге көп рахмет. Қымбатты көрермен, бағдарлама осымен тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.